Сәлем, мен сіздермен бүгін ратату немесе рагудың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге сәбіз, қызанақ, баклажан, кабачки, пияз, тәтті бұрыш, сарымсақ қажет және дәмдеуіштер. Бәрін жуып ұсақтап турап аламыз. Зәйтүн немесе өсімдік майына пиязымызбен сәбізімізді қуырамыз. Жақсылап қуырып, үстіне тәтті бұрышты саламыз. Тәтті бұрышты да жақсылап қуырамыз. Келесі кезекте тілінген баклажанымызды саламыз. Араластырып қуырамыз. Одан кейін тілінген қызанағымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуыруды жалғастырамыз. Ас қасықтың 3-тен 2 бөлігін тұз саламыз. Және де 1 ас қасық тұщы бұрыш паприка саламыз. Өздеріңіздің қалауынша ащы бұрыш саламыз. 2 тал сарымсақ саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштер салуға болады. Мен лавров жапырағын, петрушка, укроп, кептірілген ұнтақтарын салдым. Дәмдеуіштерді салып араластырғаннан кейін үстіне кабачкиді саламыз да барлығын қайтып жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, астын басып отты 40 минутқа пісуге қоямыз. Арасында келіп араластырып тұрамыз бұлғап, төбесі жабысып қалмау үшін. 40 минуттан соң біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңызға рахмет, лайк басуды сұраймын.